Аспұршақ, яғни горохтың пайдасы мен зияны. Аспұршақ шырмалғыш немесе жер тағандап өсетін бір жылдық бұршаққынды өсімдік. Асқа жасыл дәндері қолданылады. Бұршақ тіпті ежелден-ақ әйгілі көкөністерге жатады. Ол таяу шығыста және де Балкандарда өсіріле бастаған көкөністердің ең алғашқыларының бірі болды. Итальян бағбандары шикі түрінде қолдануға арналған сұрыпты шығарғанша, осы асқа кептірілген дәндер түрінде 16 ғасырға дейін қолданды. Бұршақты Версаль бақтарында өсіруге бұйрық берген 16 ғасырда Людовик оны өте қатты жақсы көрген. Аспұршақтың құрамы: ас бұршағының 100 грамм құрамында 79 ккал бар. Ақуыздың көмірсулардың жасұнықтың тамаша көзі, құрамында темір, калий, фосфор, мырыш және де С дәрумені, В тобының дәрумендері бар. Пайдасы: холестерин деңгейін төмендетеді, қатерлі ісіктен қорғайды және де сүйек жүйесіне жақсы әсер етеді. Ол өте дәмді ғана емес, сонымен қатар пайдалы заттардың ерекше үйлесімділігі болып табылады. В1, В2, В6 және де С дәрумендерінің, сондай-ақ темірдің бар болуының арқасында ол шаршағандыққа, қаназдыққа қарсы дәрі болып табылады. Ақыл-ой қабілетін жақсартады, төзімділік жүйесінің мәселелерін шешуге көмегін тигізеді. Аспұршақтың пайдасы өте көп, оның сонымен қатар зияны да бар. Зияны бірақ оны көп мөлшерде жесеңіз ғана зиянды болады.